Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін ана тілі пәнінен 80-ші сабақ заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Оқушылар, алдымен ережені есімізге түсіріп алайық. Заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, не істеді? Ұшты. Не істеді? Жүргізді. Не істеді? Барды. Не істеді? Оқыды. Енді ереженің астында тұрған суреттерге қарайық. Мысалы, балық не істейді? Балық жүзеді. Қайық не істейді? Қайық жүзеді. Қарлығаш не істейді? Қарлығаш ұшады. Көбелек не істейді? Көбелек ұшады. Гүл не істейді? Гүл өседі. Ағаш өседі. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Суреттер бойынша мәтін құра. Ал суреттен нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, қарлығашты көріп тұрмыз. Енді қарлығаш туралы мәтін құрайтын боламыз. Қарлығаш балапандарына қамқорлық жасап, оларға ұя салып, күнделікті балапандарына қорек әкеліп асырады. Бірде қарлығаш қорек әкеліп балапандарын тамақтандырып жатқан кезде балапандары қорекке таласып, біреуі жерге түсіп кетеді. Оны көрген қарлығаш қанша тырысып балапанды көтеріп алмақшы болса да, ол ұясына апара алмады. Жан таласып құтқара алмай жатқан қарлығашты көрген басқа қарлығаш балапанды құтқарып ұясына салуға тырысады. Қарлығаштар балапанды көтеріп ұясына аман оралтады. Жақсы балалар, енді осы мәтін бойынша жоспар құрайық. Жоспар. Бірінші, қарлығаштың қамқорлығы, яғни қарлығаштың балапандарына тамақ әкелу туралы, балалар. Келесі, балапандардың жерге түсіп қалуы. Келесі, басқа қарлығаштың ана қарлығашқа көмек беруі. Қарлығаштың достары туралы. Жақсы. Олай болса, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Сөйлемдерді тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Қарлығаш пайдалы құс. Яғни бұл жерде сөйлем аяқталып тұр, нүкте қойылады. Келесі жаңа сөйлем басталады. Ол деген сөзден бастап, ол деп бас әріппен басталып жазылады. Ол ағаштарды зиянды жәндіктерден қорғайды. Сөйлем аяқталып тұр, яғни нүкте қойылады. Жақсы, жарайсыңдар. Осы сөйлемдерді көркем етіп, дәптерімізге көшіріп жазамыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.